талдау кезеңіне уақыт берейік. Бала тапқанша тас тапқаным артық еді. Осы сөзді оқып, бәріңіздің көңілімізге не келеді? Анасына деген аяушылық келеді. Бірақ бұл жерде бір нәрсе, яғни бұл сөзде, яғни бәріне баласы кінәлі болып тұр. Байқайсыздар ма? Яғни біз анасына аяушылық танытып тұрық. Бірақ қарап көрсеңіз, шын мәнісінде бұл жағдайда екінші астары бар. Яғни ол баланың осындай мінезіне баласы кінәлі емес. Ол бірінші әрине әкесі, яғни дұрыс тәрбие бермей, баласын солай ұрып соғуға тәрбиелеп отырған, және ең басты орында анасы болып табылады. Не себепті? Себебі анасының өзін-өзі бағалау көрсеткіші, яғни самооценкасы өте төмен болған кезінде, сондықтан сондай адамға, яғни жүйкесі шыдамсыз адамға тұрмысқа шыққан, және бәленбай жыл сондай адаммен тұру арқылы балаларының тәрбиесінің нәтижесі осындай болып отыр. Бұл нені білдіреді? Бұл анасы, яғни өзін-өзі бағаламайды. Бұл жерде анасы өзін-өзі жертва ретінде көреді. Яғни оған бәрі кінәлі, баласы кінәлі, басқасы кінәлі, бірақ өзі кінәлі емес. Шын мәнінде бұл жерде кінәлі адам, құрбан адам, өзін аяушылыққа шақырып отырған ол анасы болып табылады. Анасы қашан өзін бағаламай, өзіне деген құрметті артпай, оны баласы да күйеуі де бағаламайтын болады. Сіз осымен келісесіз бе? Келіссеңіз, өз ойыңызды жаза отырыңыз. Және бұл жерде екі нәрсені ұмытпау керек. Ол анасы құрбан, яғни эмпатичный адам, ал әкесі ол тұтынушы, потребитель адам. Сіз қандай адамсыз, оны да бөлісіп жаза отырыңыз.